сәресіде бір тойып, ауыз ашарда тағы бір кекіріп тойып, тарауықта әрең тұрып, асқазанмен айналыса беріп керек емес. Рамазанда пайғамбар бұл жақсы амалдардың бірі түнгі намаздар. Ақыры сәресіге тұрып тұр. Бізде сәресіге тұрған адам 1,5 сағат шай ішеді. Ол шарт емес 1,5 сағат шай ішу. Жеңіл желпі құлап қалмайтындай дәрежеде жесең болды дейді ғой пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Тойып алып жеу шарт емес. Ол итакта өзі қысқа уақыт, ауыз ашардың кеп тұр ар жағында, асқазанмен айналыса беріп керек емес. Сәресіде бір тойып, ауыз ашарда тағы бір кекіріп тойып, тарауықта әрең тұрып, тахаждке бекем болу керек сияқты осы рамазандарда. Өйткені Алланың рамазанда рахымы түскен болса, ал тағы бір хадисте келіп тұр, Алланың рахымы түнгі соңғы бөлікте тағы түседі. Рамазанның құрметіне бір түсіп атса, түннің соңғы бөлігінде тағы түсіп атса, кім айтпаймын, Лұқман Хакім баласына, балам, әтештердің өзі айқайлап атады дейді, түннің соңғы бөлігінде дейді, сен сасып ұйықтама дейді, балам дейді, тұр дейді, Аллаға құлшылық қыл дейді. Демек сол тахажжуд намазына мән берсе деп ойлаймын.